Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен красный бархат цифра тортының жасалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мен тортты 9 санына жасайтын боламын. Сол үшін 9 сан компьютерден шығарып немесе қолымызбен сызып алып, соны пергамент қағазына осылай видеода көрсетілгенде сызатын боламыз. Мен тортты 4 бөлікке бөліп пісіремін, сондықтан мен 4 рет пергамент қағазына сызамын. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майға қантты салып, миксермен араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқадан сала отырып миксерлейміз. Жұмыртқаның барлығын миксерлеп болғаннан кейін, оның үстіне сұйық майды қосып, тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Сосын біз айранның үстіне красительді қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін құрғақ ингредиенттермен, құрғақ ингредиенттердің ішінде ұн, какао, сода, разрыхлитель бар. Солардың барлығын жақсылап араластырамыз. Енді біз осы айран мен құрғақ ингредиенттерді қоса отырып, 3-ке немесе 4-ке бөліп миксерлейміз. Біздің тестамыз дайын, осындай түсте болып шығады. Енді мен осыны арнайы целлофанға салып, осылай 9 санның үстінен, сызып алған 9 санның үстінен құйып шығамын. Енді біз осыны 180 градуста 5-10 минуттай пісіріп аламыз. Негізі өзіңіздің пешіңізге байланысты. Торттың кремін жасаймыз. Ол үшін творожный сырға қантты қосып миксерлейміз. Оның үстіне кілегейді құйып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап көтере отырып, қоюланғанша миксерлейміз. Біздің креміміз дайын. Енді біз осыны суыған корждардың үстіне шариктер шығару арқылы видеода көрсетілгендей жасап шығамыз. Сонда бұл одан әрі керемет көрініс береді. Біздің тортымыз дайын. Енді біз осыны 1 сағатқа, жарты сағатқа крем сіңу үшін тоңазытқышқа жібереміз. Мен тоңазытқыштан алдым. Енді мен осыны өз қалауымша әсемдеймін. Түрлі шоколадтармен, капкейкелермен әсемдеймін. Ал негізі өзіңіздің қалауыңызша. Әсемдемей, дәл осылай қалдырып қойсаңыздар да болады. Біздің тортымыз дайын, осылай әдемі, керемет болып шығады. Торт дайын болғаннан кейін 1 сағатқа, 2 сағатқа холодильникке қойып қойсаңыздар да болады. Сонда кремі одан әрі керемет сіңеді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Торт сіздерге ұнайтынына 100% сенімдік беремін. Міндетті түрде өз қолдарыңызбен жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.